Сәлем, менің атым Райымбек, және бүгін таңғы жайлы айтатын боламын. Кеттік. You'll see me flying, never drop down, smoking high, I am not round, no denying what I got now, keep an eye out, keep it locked down, see me flying, never drop down, smoking high, I am not round, Таңғы ас кофеден басталады деп көбісі айтып жатады. Көбіміз оны көңіл көтеру үшін ішеміз, бірақ сол сергектік күйі ұзаққа созылмайды. Көп ұзамай шаршаушылық жаңа күшпен арта түсіп, адам қозғалыс кезінде де көзі ілініп кетіп жатады. Онда қуат болу үшін күнде таңғы асқа не жеу керек? Адамды шынымен күні бойына энергиямен қуаттайтын өнімдер бар. Бүгін сол туралы айтатын боламын. Ең бірінші таңғы астан 30 минут бұрын су ішкен дұрыс. Сұлы жармасы. Сұлы пайдалы таңғы асқа арналған керемет нұсқа. Неге сұлы жармасын таңдау керек? Өйткені ол біздің ағзамызды кешкі асқа дейін қоректік заттармен қамтамасыз етіп, сонымен қатар терінің жасаруына ықпалын тигізеді. Ол ағзаны маңызды қоректік затпен, көмір сулармен қамтамасыз етеді. Сонымен қатар сұлы жармасы В тобындағы дәрумендермен және минералдармен бай. Оның бәрінен басқа сұлы жармасы организмнің тіршілік әрекетіне қажетті темір, магний, фосфор, сондай-ақ калий сияқты пайдалы заттары бар. Жұмыртқа. Күннің ең жақсы басталуы бұл таңғы асқа 1-2 жұмыртқа жеу. Жұмыртқа ақуыздың және А дәрумені мен темірдің көзі болып табылады. Ақуыздың арқасында жұмыртқа сізге қанықтылық сезімін береді және күн ішінде аз калория жеуге көмектеседі. Қарақұм, гречка. Қарақұм бұл таңғы ас үшін өте жақсы нұсқа. Қарақұм жармасы лизин және метионин сияқты маңызды амин қышқылдарына бай. Сондай-ақ осы дәнді дақылда болатын өсімдік ақуызының 80%-дан астамы денеге жақсы сіңіріледі. Сұлы секілді қарақұм жармасында темір, фосфор, кальций және йод витаминдері бар. Жаңғақтар. Жаңғақтарда май, ақуыз және көмірсу секілді барлық қоректік заттар бар. Жаңғақтар әсіресе сұлу жармасымен немесе мейізбен жақсы үйлеседі. Тамақтанар алдында жаңғақты белсендіру керек, яғни бөлме температурасындай су құйып, шамамен 12 сағатқа қою керек. Қара нан. Қара бидай наны дәнді дақылдар сияқты құрамында көмірсулардың көп мөлшері бар. Сонымен қатар олар ұзақ уақыт бойы тоқ болуға көмектеседі. Қара нан құрамында көптеген дәрумендер мен микроэлементтер бар. Сондықтан таңғы асқа қара нан жеген өте дұрыс болады. Осымен видео өз мәресіне жетті. Видео пайдалы болса пікір қалдырып, арнама жазылыңдар. Және келесі видеода кездескенше сау болыңдар.